Bir-birinin şaştan sürüp didekletti. Kedirdi bir-birinin kolunu almay. Ekevinin urusu bölük boptu. Basında ulus günü dep kelibek. Urus günü bolduma ne bop ketdi? Köktemde gün şubagın tөгüp turgan. Meymanımız oңtүстükке kelip turgan. Әуелі bir Құдайды мадақтаймын, сіздерменен аман сау жолықтырған. Наурызды бар облыс тойлап жатыр. Жаңа жыл деп есіктен еніп тұрған. Әйтеуір мерекеде шапан киді-ау. Кейбіреу өз ұлтынан жеріп тұрған. Кигіз үйін апшықты акиматтар. Подвалда шаншаңдып толып тұрған. Қаланың балалары аңтаң боп жүр. Асықты бірінші рет көріп тұрған. Қазылар мен бүркіттер талықсып тұр, фотограф ағайлар зорықтырған. Қазақтығы аспайтын бір күндіктен аймақтар көп рухы өліп тынған. Ал оңтүстік ордасы қазақтықтың шаттықтан керегесі кеңіп тұрған. Күн сайын дүбірледік көкпары беріп, қазанаттың сауырын көлік қылған. Жыл сайын дүбірледіп, айтыс жасап, атымтайлар жүлдесін көлік қылған. Тек қазақша сайрайтын ел аман ба? Береке мен іргесін берік қылған. Тек қана 22-ші наурызда емес, жыл 12 ай қазақи болып тұрған. Ол кенжесі өзі туған жанұяның, еркесі алда берген қарияның. Шылбырына сүрінген сылбыраттай Шымкентке жеттің бе Даниярым? Өлеңді өлі сөзден құрап алып, жанынан құдық қазба дарияның. Жеймінде әркімдердің жайранасын, Данияр соғылған жоқ қайда басын. Жақында Европаға барып қайтқан, сен өзің бізден көріп бай баласың. Әлеуметтік желіге сурет салып, Италияның көрсеттің айналасын. Сен бірақ біз шошидың тірлік іздеп, қазақтың үркіттің ғой қайманасын. Бара салып шіркеуге кіріпсің ғой, Жандарбек оған қалай жай қарасын. Қағбаның дәл жанында тұрған жандай Инстаграмда мақтанып сайрағасын. Мешіт болса мен сені түсінерем, шіркеуден айтшығандай пайдаласын. Өз басым ондай жерге кірмеседім, көрсемде Европаның қайғаласын. Сәлем бермей кетсеңіз өкпелердей, шіркеуде бар етсенің қайнағашың. Бұнымды алу керек өткір сынға, Данияр енді бізге бет бұрсында. Дұрыс қой, құбыладан жаңылмаған, жүрсеңде дүниенің төрт бұрышында. Ол жерге қайдан ғана кірілем деп, енді еліп уайым жеп тұрсында. Қылпылдап бара жатсың айтқан сайын, қысылып ұялған жан тек тұрсында. Шіркеуде жұрт сүйсінер не бітірдің, қанекей айтшығандай жеттің шыңға. Жоқ әлде ай салды дұға тілеп, өз-өзіңе сенімді боп тұрсың ба? Свиной Адельстің қолын сүйсем, Шымкентке топ жарамын деп тұрсың ба? Жандарбек Бұлғақты жеңу үшін поптардың батасына кеп тұрсың ба?
toyğılып ettin ötken Ақындардың мекені, батырлардың мекені Асылдың көбін түлеткен Жүзі жылы еледің Күні жылы жередің Ақпан менен қаңқарда Төбесінен күн өткен Алғашқы рет кеп тұрмын Содан ба жүрек диреткен Аманат келдім арқалап Атырау, Орал, Ақтөбе Маңғыстау деген түбектен Жыр шашуы бәстерден Қошемет қылу сөздерден Шырайлы елім қабылан Арайлы елдің сәлемін Ақниет әппақ жүрекпен Айдай, 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 айдай Жандарбек жігерімді айтып Жас қаймекен Мыстылсыз еш адымын баспайды екен Ол рас Европаға барып қайттым Сөзіңнің бір бөлігіне растай кетем Шіркеуінде суретке түссем дағы Жан едім иманына тастай бекем Қызығы христиандар ғибадатын Свечкасын жағудан бастайды екен Әйтеуір сулары бар бүркіп жаққан Білмеймін сарағаш па тастайды екен Топтара үйленбеуге антым берген Оларға байтал түгіл басқайды екен Алдына сырын айтып барғандардың Күнәсін кешірем деп саспайды екен Мен олардың батасын алып қайтем Мұсылман өз тұнығын ластайым екен Жолымды ашпақ түгіл айтқандары Жолыма крес қойып тастайым екен Рим папасы батасын берсе дағы Папамның батасынан аспайды екен Бауырым алдың борын анық төрден Екі рет алтын алып даңқ көрген Айтатын бұлғағықтың кенжесейдің 15-тен жүлде алуды қалып көрген Астана екеуінде ұқсастық бар Сендерді құрастырған халық дермен Әкең домбыра үйретіп алып Алтынбек Аузыңа айтарыңды салып берген Мырзатай Астанаға алып келген Жүкендер сессиянды жауып берген Айнұр апаң дайындап тамағыңды Серікзат кітабыңды тауып берген Ринаттар қорған болып универде Сырымдар қалғаныңа шауып келген Араға бір жыл салып Ақтөбеде Алтын аспап өзіңді тауып келген Екі мәрте домбырам құтты болсын Ел халық боп жабылып алып берген Ұрпағың Сүйінбайдай аталардың Айтыста мысын басқан қатағанның Осыдан 5 жыл бұрын есіңде ме Мен сенен ырым қылып шапан алдым Жолы жұмыс болады деген ой ғой Дүниесін ап қалсам сақалардың Әйтсе де айтарлықтай жүлде жеңбей Сен есіме түскенде қапаландым Есесіне мәдениет үздігі боп Сен министр атынан атақ алдың Алтын менен темірді қатар алдың Санына жете алама атағандың Жандарбек шыныңды айтшы берер кезде Қасиетін құртып бек маталардың Ақындық сөз айтайын сайтаның ба Мынауың бергенің ғой байқадың ба Ыңғайы бар шығар деп қолданатын Басында сілкідім де шайқадым да Үстінен киіп көрдім майқаның да Сенімен шығамын деп киіп келдім Баршыға осы жайлы айтарың да Уғана қайтарады ұлдың бетін Болар ма күшін кері тойтаруға Бүгінде бір кәдеге жарамаса Өзіңе келіп тұрмын қайтаруға
пендемедің. Қайтейін Италияға барғаныңда, қызықтың байқамасан ең керегін. Шымкентке алғаш рет келіпсің ғой, көрсең де дүниенің кең көлемін. Ордалы оңтүстікке келмей жатып, бұл қалай шетел асып терлегенің. Данияр, қалтаңда ақша көп болғанмен, мен сенің ақылыңды ноль дер едім. Сен құсап Европаға шығындалмай, жылына бір Шымкентке мен келемін. Өйткені табиғаты жанға жайлы, Шымкентті шырайлы төрлер едім. Тойлаймын деген жанға тойхана көп, бұл қаладан қонақжай ел көремін. Ғибадат қылам десең мешітті көп, шіркеудің тыңдамайды шерлі өлеңін. Жігіті көкнар емес көкпарлатып, топқа сайлап кіреді кер дөненін. Арулары иеліп инағаштай, болады инабатты елге елін. 1000 теңгеге аласың Шымкенттен, басқа жердің 10 мыңға бермегенін. Сондықтан Европаңды айтпай-ақ қой, білмесең зыңғаланың зор беделін. Шымкентке бұған дейін келмегенің, өмірден еш керемет көрмегенің. Байқаймын сұйық екен судан санаң. Сөзіңнен шошып отыр бір қаншадан. Жай әшейін суретке түсіп қайтпай, шіркеуде көп екен ғой қылған шараң. Су бүркіп свечасын жағып қайтсаң, жансың ау іші сыртын жын қоршаған. Енді келіп шапанын жақпай жүрден, адамның сөзін айттың жүлдан саған. Қарағым жолың болмай жүрсе керде, шіркеуден батал деген кім бар саған? Сен үшін дүние мен малғайық екен, саналы адам осынша сарнайым екен. Бауырым деп бір шапан беріп едім, сыйлағанды білетін жанғайды екен. Қайдасыз дүниесін қайтарам деп шапанның түбиесін қорлайды екен. Келіп тұрған ырысты басқа тетпей, адам деген бергенді алмайым екен. Тоз-тоз болған шапанды қайтып алсам, тердің исін мұрнымды жармайым екен. Мен бергенде жап-жақсы жакет еді, қазір жасыл пакеттен алмайды екен. Айтыстан 5 жыл бойы бәйге алмасаң, шапанның кінәсі бар қандай көкем. Табанның тайғақтығын мұздан көрме, шабыт деген шапанды таңдайым екен. Өзіміз 3-4 шапан ауыстырдық, өзгеріс көрмедік қой ондай бөтен. Сүйінбайдың шапанын жамылсаң да керемет боп кетпейсің сондай көкем. Үстіне 9 қабат тон жапсаң да болмайтын, ақын бәрібір болмайды екен. Сұлтанның қазынасын көтерсе де, қашырдың қашыраты қалмайды екен. Данияр, жақынымсың, жауға бермес. Қатты шықтың кеп жүрме, алға дербес. Көксегенің алтын мен ақша болса, айтысты қоя салда саудагер бош. Шапаннан жүлде күтіп нағыласың. Шариғатты ұқпасаң шаруа өнбес. Онсыз да осы күні адамдар көп. Бақсы балгер көріп кел вангамен дос. Қабірден бала тілеп біреулер жүр. Шақырсаң да тұп-тура жолға келмес. Журналист жазған жұлдыз жорамалға, көз ашып көкірек ояу жандар ермес. Керегін тек Құдайдан сұрағандар, соңғы демі шығарда сорла өлмес. Жаратылған құлдарға бәрін берген болсайшы жаратушы Алламен дос. Бақытты әр нәрседен іздемеңдер, Алланың бермегенін молда бермес. Бұқпағара дегенде бұқпағара, ақ жүзіңе шаң тисе ыққа қара. Балғынбек пен Айнұрлар баттаған деп,
Тұнарсыз айтқан сөзің құпталама. Сен өзің шәкірт болсаң қайда қалдың? Ілесіп жақсы әпкемен мықтағаңа. Алтынды саған ел боп әпергенден, сен менің жетпепсің ғой түк бағама. Бұл сөзді айтпас бұрын айналайын, алтын домбыраны өткізген жұртқа қара. Сен туған Ақтөбеде өтпеп еді, Ақтөбе әлде саған сырт қалама. Отырды жерлестерім, туыстарым, оларда түс алған жоқ тік дараға. Өзің жүйрік болмасаң шаштан сүйреп, жерлестер жеңілістен құтқарама. Жау еткен соң қылышты тасқа шауып, майырып өткір жүзің құрт бабала. Тым құрса өз еліңде шала алмасаң, басқа жерде еңсеңіз тік болама. Ақтөбем былқ етпеген сөздеріңе, күйімел бір сілкініп рухтанама. Ауылым таң қалмаған талантымды Алаштың сахнасына тықпаламай. Ол Надия алла берген зыпылдағым, өзіңе сор болмасын құтырғаным. Бәйге алмайтын шапанды қайтарам деп, беретіндей бәлсін бе пітір малын. Өз Ақтөбең өзіңе жүлде бермей, көрдік қой жон теріңді сыпырғанын. Айтыстан соң ел жұрттан естіп едім, жүйрейден көріп жүр деп ұтылғанын. Бірде шапан ал бірде жүйрей жаман, айтудан шаршамадау күбір жағын. Сен ғана жақсысың да дүниеде, сонда не жаман бекен бүкіл қауым. Ақтөбе жасамаған жақсылықты Шымкент жасап жатыр шүкір бәрін. Сен үшін жүйрейлерді аттастады, халыққа тапсырып тұр пікір жағын. Ендеше құтты болсын өміріңде, сен іздеген ұпайдан құтылғаның. Ақтөбе құшағын кең алдан жайған, дұрыс емес еліме жаудай қойған. Желтоқсан айтысында қазылыққа Астана мыңқ етпейтін жандар қойған. Абыройлы айтыс жасап берген едім, әдемі нәтижесін сандап жойған. Кеншілер мәселесін көтермем, жақтырмай қалдым еді барған қойдан. 2-8 алып ем оның өзін, шындықты естімейтін шалдар қойған ай. Болсаң да тоқтығанша жарғандарын, өзгенің талқан етпе армандарын. Шапанды сөзге қоссам қалағаным, кешегі дәстүрімнің жалғанғанын. Оқ өтпейтін батырдан салт алсам, баһадүрлер жолына қамданғанын. Қашырдың қашыраты қалмайды деп, сен менің екпініме таң қалмадың. Мысырдың даласында бір кездері естіппен бейбарыстай жан болғанын. Сол елге келгенінде құлат алып, кейін сұлтан атанып нар болғанын. Жүсіптей пайғамбардың білеміз ғой, қарадан шығып елге хан болғанын. Ал енді кеуде керген перғауында тәңірім атпен тақтан аударғанын. Теңізге тастай батып әскермен, соңында тас мүсін боп қалғандарын. Сондықтан менсінбей дұрыс сөйле, алтыныңның буына малданғанын. Берген Құдай қайтадан алады, уақытша дүниеге алданбағын. Ол да саған қайтарып бере алмайды, Құдайдың кері қайтып алған бағын айды. Тергелеп тұрсын мейлі жаным әнмен, қоғамға көз жүгіртсем жабығанмен. Өлтіру, кісі зорлау бар жаңалық, ұяттың шабылғандай тамыр әбден. Құмар ойын нашаға кіріп кеттау, жігіттердің жігерін жанығанмен. Қой дейтін азаматтар болмағасын, көп қыздар ашып кеттау тәнін әбден.
ғаламтор бар бәлейдің себепкері, түрлі жолға шақырған сан ұранмен. Осылардың барлығын көрген кезде, телефон жоқ кездерді сағынам мен. Рухымыз күн сайын құрып барады, өркениет жыл сайын дамыған Бұл күні айтылатын дастан бөлек, айт десе аспау керек, саспау керек. Ұятты ұмытпа деп тәрбиелеп, ұятсыздарға қақпаны ашпау керек. Кеудесін ашып тұрып клип түсірген қыздарды концерттерге қоспау керек. Қыз неге жігіттерді Шымкент құсап, тізімнен мүлде сызып тастау керек. Байымнан айырылдым деп қайраңдамай, баяндар әдебінен аспау керек. Еріккеннің ермеген қылып жүрген, соларға еліктейтін жастар көбек. Сол себепті тәрбие негіздерін эфир мен эстрададан бастау керек. Ал жандарбек, көздерің бізге қадалсын, талай ақында сор болған, алынбайтын қамалсың. Түсінбеймін мен сені, сөзіме жеті қарарсың. Сынағаныңмен эфирді, хабарда жүрген мамансың. Нұр отанды айтсаң да, пат билеті бар қалтаңда, партияңа адалсың. Астаналық тұрғынсың, оны да жамандағансың. Сынасаң да экспоны, дәл қасына ұялған, елордалық адамсың. Сөзімді еске саларсың, сынамас бұрын алдымен, алдыңа қарарсың. Қуанышыңда қазағың, жұбанышыңда қазағың, жалғызыңды жаманда бол, жақсысын қайдан табарсың. Тербесін сен жақсап кепсің, дауысын әуедетсең асқақ кетсін. Онсыз да шаршап отқан көрерменге проблеманы жиылап қақсап кепсін. Айсыста күміс құмғанға салушы едің, сүгірге оны айырбастап кепсін. Байқаймын сол сүйікті құмғаныңды дәрет алған жеріңе тастап кепсін. Сұрайсың бұл сөзіңе ән араша, тыңдап көр жүрегіңіз дауаласа. Экспоны қалайша сынамаймын, бір айтыс жасамауды қаламаса. Астананы қалайша сынамаймын, қасындағы ауылға қарамаса. Эфирлерді қалайша сынамаймын, дені дұрыс хабарлар тарамаса. Сынаған жеріңді өзің жүресің деп, айтқаның жақпай отыр маған аса. Жігіт деген жігітте өз қолымен, жауыздыққа ауыздық салынмаса. Өзім сынап сол жерде өзім жүрсем, сен де маған ұқсауға шама жаса. Мысалы қыздарды құр сынай бермей, үйленіп біреуіне ана жаса. Топтардың үрдісімен кете бермей, неке қиып қимылдап бала жаса. Сынауға келген кезде бәрі биік, істеуге келген кезде бәрі аласа. Ақын деген ақынға құрашайын, сыртынан сынап-сылап табаласа. Аузымен өзі айтқан кемшілікті қолымен түзетуге жарамаса. Қасында тарихтың хаты бардай, оңтүстік суында бол татығандай. Шымкент қазақтағы жылы қала, өйткені құшағының оты бардай. Ағаштарын бір жарып қызық болдау, ақпанның аязы да қатыр алмай.
Осындай мейіріміңнен айналайын, қабағың қайтқан тұсты шақырардай. Данияр енді біздер қозғалайық, Құлманбет айтысы бар атылардай. Шымкенттің қарындай тез кетейік, Астананың қысындай жатып алмай. Жандарбек әрісімді бағып кетті, сүгірге салғандайтып лағып кетті. Құмғанын қап қойды деп айтып жатсың, ол әнге Анар апам салып кетті. Дәрет алған жеріме қойып едім, сол жерден Анар апам алып кетті. Досым-ау күрсіндің ғой күрсінгенде, қазақ үшін дүрсілдеп тұрсың кеуде. Ауызбен айтқаныңды қолмен қыл деп, бір рет үйленерміз бір сүргенде. Сендеріне неке қиып алғаннан соң, баланы қолмен жасап жүрсіңдер ме? Жолын қумай қалқаман мамырлардың, өзімнің жолымды іздеп сабылғанмын. Жүрегімді жаулаған бір қыз бар еді, ішінен дараланған арулардың. Шымкентке күйеу болу оңай деп пең, тағдырым не салса да бағынғанмын. Әлдеқашан баланы жасар едім, ақшасын жасап алсам қалың малдың ай. Бұл жерде бұрын соңды жүрмегенім, өмірдің ғажайыбын білмегенім. Европа емес Шымкентке келмедім деп, бетімді келе сала тілген едің. Құдайым қабыл етіп қызын алсам, шырайлы Шымқалаға мың келемін ай. Жандары шап, алтынмөңгі тұрмайды, қайын жүр қоңыры, сағырны сынбайды. Шыңның тойында наурыз іздедім, көже ішермін, үміт үзбедім. Жаңа жылында үміт үзбедім, қалсын құлында менің іздедім. Ой, жандар, маман болыңдар. Жақсы, Данияр Алдабергенов, Жандарбек